Қайырлы күн, кішкентай достарым. Бүгін тазалық денсаулық кепілі атты сабағымды өтемін. Маған менің көмекшім тазалықшы көмектесетін болады. Мен тазалықты жаны сүйетін, таза балаларды жақсы көретін тазалықшымын. Мен сендерге қалай таза болуды, жеке бастың тазалығын қаншалықты маңызды екен үйретемін. Балалар, қараңдаршы, тазалықшының үстіндегінің барлығы таза болу үшін үйрететін заттар. Айтыңдаршы, бұл қандай заттар? Дұрыс. Тарақ, сабын, тіс пастасы, сусабын, тіс щеткасы, айна және сүлгі. Жарайсыңдар. Бірінші балалар, сендер таңертең ерте тұрғанда тіс щеткасымен тісті жақсылап жуып, сабынмен беті-қолды жуып, таза өз сүлгімізбен сүртінуіміз тиіс. Сұлу қыздарым, сендер шаштарыңды тарауды ұмытпауларың тиіс. Менің айтқанымды бұлжытпай орындасаңдар, ауырмайсыңдар және күні бойы көңілді жүресіңдер. Балалар, ұмытпаңдар, дұрыс тамақтануда ауырмаудың бір жолы, және де тамақтың алдында қолдарыңды жууды ұмытпаңдар. Міне балалар, осы айтқанымызды күнде жасайтын болсаңдар, сендер ауырмай, дені-сау бала боласыңдар. Сонда сендер де тазалықшының жақсы көретін сүйікті достары боласыңдар. Я, балалар, досым дұрыс айтады. Сендер менің ең жақын досым болғыларың келсе, дәл осындай тазалықты орындап, сақтап жүріңдер. Қош, сау болыңдар.